10 адам болса, соның 7-інің қателігі де, арман мақсаттары да бір дейді. Сіз бұл статистиканы қайдан алып отырсыз? СДВК болсын, ПТСР болсын, шизофрения болсын, қандай аурулар болсын, ол аурулардың түбінде адамның ішкі тыныштығы керек та. Бұл сонда анализсіз жасалған тәуекел ма? Каспий банкта ашып беремін да, қазір мен товарларды аламын, 10 миллион теңгем барады, қарғөзге бара салдық, 10 миллион теңге жоқ, аумен. Қотыршылықпен жүріп. Қотыршылықпен жүрген кезде сен даналық, көзқарасымен, мудростьпен сен жеткізе алмайсың да. Немесе сені түсінбейді. Сен ақ өстіп жүресің деп айтады. Сен ақ өстіп жүресің деп айтады. Біздің ауруханамызда пациенттер болмайтын еді. Разводтар болмайтын еді, қарыздар болмайтын еді. Біздің Қазақстанда парақорлық болмайтын еді. Бұның артында не бол? Тыңдалмаған сөз да. Өтте проблема болады. Не үшін? Эгодан. Көкіректен. Қуыс кеуде. Ол да бар. Тағы да мен бағанағы алекситимия деген диагнозға келемін да. Ол қандай диагноз? Қарапайым халыққа түсінікті бұл. Алекситимия деген нәрсе ол. Накопительный эффект. Накопительный эффекттің салдарынан әйелдерде не қалыптасады? Мен айырып тастаймын. Ал жанымен там бірігу деген нәрсе, ол самосалда деген өз-өзіңді басқара алу, иә. Ощущениең қандай, чувстволарың қандай. Болды. Саған уже даже психологтың да керек болмай қалады. Яғни өзіңмен өзің бола алу үлкен берекеттің кілті. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы Жәнібек Мақаш мырза, кәсіпкер, зерттеуші, сосын психолог, иә? Жәке, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Уағалейкумассалам. Қош келдіңіз жаңа студияға. Қалай сізге ұнап тұр ма атмосфера? Әдемі. Бастамаларыңызға Алла сәттілігін берсін. Әумин. Ойлап подкасттың бүгінгі екінші эпизодына келіп отырсыз. Бірінші пилоттық версиясы жаман емес шықты. Көрермендерге үлкен рахмет, қолдап жатыр. Бекжан ұстазбен болып еді. Жын шығару, парапсихология, теология, дінтану. Енді бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы Жәнібек Мақаш мырза, кәсіпкер, зерттеуші, сосын психолог, иә? Психофизиология, нейрофизиология, психосоматика, телесно-ориентированный терапевт. Целом енді адамның мынау ішкі әлемінен белгілі бір эмоциялар пайда болса, бірақ ол эмоциялар біздің тәнімізде көрінеді. Мысалы жаңа онкология деген заболевание, немесе асқазан аурулары дегендей, соның барлығын енді кәдімгі ғылыми медицинадан бөлек біз оны психологиялық жағынан зерттейтін маманмын. Мысалға, қазір мен кішкене қобалжып отырмын, кішкене терлеп отырмын, оның өзі соған жатамын. Енді мынау процестің сіз таңертеңнен бастап қазір келем деген, енді бұл ответственный адамның белгілерінің бірі да. Қазір подкаст әдемі шығу керек, бір жерінде ақау кетіп қалмау керек, бір жерінде жаңағы белгілі бір ответственный адам өз кішкене стресске жақын болады. Стресске жақын болған кезде бір жағынан енді эмоциональный интеллектпен де жұмыс жасау керек шығар. Яғни стресс устойчивость дейді, жаңағы бүткіл бабымен енді как расслабленно өтеді деген секілді белгілі бір установкамен болса жақсы. Енді ол мен жаман деп жатқан жоқпын. Иә. Оны стресс устойчивость деп айтады да. Бір адамдар болады жаңағы мысалы қарызды тақалған кезде төлейді. Жаңағы осындай енді сіздер рилс сүресіздер ғой, дополнительно рилс сүретін кезде бір адамдар телефоннан қашады, телефон алмайды. Жаңағы белгіленген жауапкершілігі бар адамның басы, жасаған ісінің басы, ортасы, соңы бар да. Басын басып қояды көп адамдар, ортасын басайды, соңын жасамайды. Яғни осындай адамдардың көбісі, яғни жауапкершілігі жоқ адамды оны біз диагноз қоя алмаймыз да, бірақ енді өмірдегі жаңағы алған опыттары бар, ата-анасынан көргені бар, ортасы бар, олардың барлығы осы адамды қалыптастырады да. Мысалы, дәл сондай адамдар келеді, не үшін мен қарызға түсіп жатырмын, не үшін мен жертва позициясындамын, не үшін мен тревожныймын, не үшін мен депрессияға түсіп кете беремін деген секілді адамдар кезде біз осының когнитивный дейді, яғни мыслительный процестермен жұмыс жасау арқылы не үшін рилс жасауды соңына дейін жаңағы түсірмейді. Немесе не үшін қарызды соңына дейін жаппайды. Оказывается, бұл жерде біздің психикамызда самосаботаж деген нәрсе бар. Яғни адам саналы түрде, бейсаналы түрде нәтижеге жетуіне өз-өзіне кедергі жасайды дейді. Яғни бұл енді біз осы саланы зерттеп, осы салада қазір қызмет етіп жүрген жайым бар.
негізі бұның барлығы со психологиялық травмалардың несі ма, жаңағы нәтижесі ма? Сіз айтып жатқан белгілердің барлығы? Жоқ, оны психологиялық травма деп айтпаймын. Бұл нәрсенің барлығы, включая 10% психологиялық травма болады, 90% бұл өмірдегі алған жаңағы бағана айттым, ата-анасының көргені бар, достарының көргені бар, бір адам авторитет тұтады, бір адамды авторитет, жаңа бір ағасы болуы мүмкін, әпкесі болуы мүмкін, соған еліктеймін деп, яғни өзін ұмытып кетіп жатады, ішіндегі болмысын, ішіндегі сезім, мысалы андай болып жатады, көп жағдайда қазір көп қой, сен психологиялық травмаң ата-анаңнан, сен психологиялық травмаң жаңағы сен зорлаған адамнан деп ше, оны біз жоққа шығармаймыз, ол да бар, бірақ көбісі образ жизни да, күнделікті адам бір істі жасаған кезде соңына дейін жасай ма, уәдесінде тұра ма, бір рилс түсіретін кезде, опять рилсқа келетін, рилс түсіретін кезде қобалжымай, алдында ойын тиянақты жеткізе ала ма деген секілді бір жаңағы ситуациялар болса, сол ситуациялардан оңай шығып кете алса, онда жақсы, оңай шыға алмаса, онда жаңағындай жұмыс жасау керек. Бір мәселелермен жұмыс жасау керек. Түсінікті. Енді бұның барлығы жаңағы балалық шақтан басталады ғой, негізі қалыптасу балалық шақтан. Жаңағы айтады ғой, 5 жасқа дейін, или 3 жасқа дейін ба, баланың миы губка сияқты барлығын. 7 жасқа дейін, Онда сол балалық шаққа келсек, мысалға, балаға үйретілмеген 5 қабілет деген. Балаға үйретілмеген 5 қабілет бар. Ең бірінші қабілет біздің бала кезде үйретілмеген қателіктен сабақ алмау. Біздің бала кезде қалай болады? Сен қазір мына сабақты жақсы оқымасаң, не боласың дейді, алтын ордада тәшке сүйреп жүресің. Немесе қазір сен осы жасап қойған қателігіңнен қазір сен сабақ алмасаң деп біздің енді мен бұл құнсыздандырған емес, қазақ халқы көп жаңағы Ресей империясының жаңағы отаршылдығы бар, оның алдында қанша өлімдер бар, алашиялар бар, олардың барлығы жаңағы атылғаннан кейін бізде қазір не болды? Қазақтың менталитетінде элиталық, моральдық, философиялық тәрбиеге бейімделмейді біздің қазақ халқы. Үшін себебі қазір не ол біздің қазақ халқында кредит жабу керек, бала-шағаны асырау керек, әйтеуір бала-шаға деп жүреді. Бала-шаға дұрыс, оны мен жоққа шығармаймын, бірақ тәрбие мәселесі кішкене ақсандап жатыр. Қу жүрген кезде сен даналық көзқараспен, мудростьпен сен жеткізе алмайсың да. Балам, сен қателік жасадың ба? Ничего страшного. Құласаң қайттан құқығың бар, қайта тұрып бір нәрсені жасауға дейді. Яғни біздің бала кезден үйретілмеген қабілет қасиеттің бірі қателіктен сабақ алмау. Бізде не ол? Қазіргі біздің эрамызда жастардың арасында бір бизнесті бастайды, соңына дейін жасай алмай қалады. Немесе бір банкрот болып қалса, жаңағы белгілі бір стресс болып қалса, қойш дейді да, бір қателіктен сабақ алмай, келесі нәрсені ашып кете береді. Сосын тұрады да, шетелге кетемін дейді, басқа жерге жұмысқа тұрып кетеді. Яғни өзінің қойған мақсатына соңына дейін жаса алмайды. Сол қателіктен сабақ алмаған үшін. Оның бәрі бала кезден келе жатыр. Енді бізде психологиялық детский травма деген де бар, и взрослый травма деген бар. Бала кездегі травма түсінікті. Ол кезде біз бала кездегі жаңағы көзқарасымызбен шешімді анализ жасай алмаймыз, рефлексия жасай алмаймыз, ол жерден біз сабақ ала алмаймыз. Ал взрослый травма деген бар. Қазір осы жерде біз кетіп бара жатырмыз да, бір адам біздің бетімізге жаңағы қатты сөйлеп жібереді. Сен сол кезде өзіңнің жаңағы бізде қазір граница деген сөз бар ғой. Мырза, не үшін маған жаңағы айқайлап жатырсың? Яғни сен өзіңнің ішіндегі мәселе қалып қоймай сол жерде шығарып кету. Шығарып кету деген ерегесіп кету емес. Не үшін? Яғни обоснуй. Егер сен обосновать ете алмай ішінде қалып қойсаң, онда ол уже травмаларға алып келеді. Ішінде жинала береді. Сосын тұрасың, оны әйеліңнен шығарасың, балаңнан шығарасың, одан кейін сол ішіндегі мәселе қалып қояды, эмоциялар. Балалық травма деп жатырмыз, сосын үлкен жаңағы жастағы травма деп жатсыз ғой. Сол травмадан біз ешқашан қаша алмаймыз, мысалға. Ол любой уақытта болуы мүмкін. Ол жаңағы жастың несіне де байланысты емес, айырмашылығына да байланысты емес. Сен қазір көшеден кетіп барасың, таксиге отырдың, Әл-Фараби, Розыбакиеваға баруың керексің, тұрасың да жаңағы естисің, аварияға түсіп қаласың, Құдай сақтасын. Ол жерде уже шоковый травма аласың. ПТСР деген травма аласың. ПТСР деген посттравматический стрессовый расстройство, яғни сен шоковый состояние түсіп қаласың. Оның өзі де травма да.
яғни кез келген нәрсе біздің психикамызға стресс болған нәрсе ол травмаға әкелуі мүмкін да, бірақ сен сол кезде жаңа тыныс алуың, яғни сабыр дейді да. Яғни біз енді діни жағынан алып келетін болсақ, бізде не айтады? Күйің. Сен бір ашу келсе, ашуды шыққанға дейін сен сабырлықты ұстайсың да ішінде. Сол кезде ол нәрсе не болады? Біздің ішімізде спокойствие пайда болады да. Сабырлық күй, расслабленность күй. Оны біз енді медициналық жағынан алып келетін болсақ, бізде екі нервный система бар да. Парасимпатикалық нервный система, симпатический нервный система деген бар. Симпатический нервный система деген нәрсе ол постоянно жаңағы сен стрессте жүру, постоянно жаңағы несеу, постоянно напряжение жүру. Ал парасимпатика деген нәрсе расслабленность күй да. Я жаңағы симпатический нервный система сен ішіңді қысып жатыр, ашуың келіп жатыр, бір нәрсеге напрягаться етіп жатсың. И сол моментте жаңағы симпатический нервный системаны басу қалай болады? Тыныс алу да. Тыныс аласың, босатасың, успокойся. Мадей успокойся, Жәнібек успокойся, Темірлан успокойся. Все, давай. Егер сен миыңа жаңағы стрессті тізгінді беріп қойсаң, ол нәрсе катастрофа алып келеді да ми. Мида катастрофизация деген бар. Түймедей нәрсені түйде кетіп тастайды. Түймедей нәрсе түйде кетілген кезде адам ішінде жаңағы мошенниктер алданып қалып жатады, жаңағы қорқыныш, яғни өзін контроль жасай алмай қалады да. Контроль жасай алмаған кезде не болады? Опять же бағанағындай травманың, стресстің күйінде адам өзін жоғалтып алады. Жоғалтып алу күйіне апарады. Яғни кез келген түсініксіз жағдайда, яғни стрессте демалу керек қой. Ең бірінші демалу. Ең бірінші біздің кәдімгі андай көп адам бұны құнсыздандырады. Демалу не ол? Тыныс аласың, жібересің, тыныс аласың, жібересің. Тыныс алған кезде біздің нервный системамыз бәрі босайды. Мысалы, сіздер көп эксперттер мен алдында отырады ғой. Осы орындықта көбісі жаңағы подкаст жүргізушілер. Подкаст жүрген кезде де егер адам қобалжып жатса, терең демаласың, болды, жібер. И бастап кетесің. Қазір енді бұл подкасттың барысында трансцендентті көзқарастарды көп айтамын да, яғни философиялық және ғылыми жағы. Бұл енді бір адамдар болады, атеист адамдар болады, Құдайға сенбейтін болады. Бірақ сен Құдайға сенбесең де, сен Құдайға сенетін адам болсаң да, біздің сыртымыздан бір нәрсе басқарып бір күш бар да. Ал ол күшті сен ғылыми сен оны зерттей алмайсың. Өйткені біздің санамыз жетпейді. Біз енді трансцендентті дейді, яғни жүректен шығатын сөз, философиялық көзқарастары, яғни осы беседаның барысы кішкене философияға жақын болатын шығар. Оның үстіне ғылымида көзқарастар айтылады. Керемет. Енді біз жаңа балаға үйретілмеген 5 қабілетке қайтып оралайық. Сол жерде сіз жаңа бір қабілетті айттыңыз, қалғандары. Екінші қабілет бар, біздің бала кезімізде үйретілмеген, мына айтады ғой, қазір амбициямен өмір сүретін халық, амбициямен. Қазір біздің нарықта қарасаңыздар, көп жастар, зумерлер, амбицияға бірден миллиард тауып кетті. Бірден 10 миллион тауып кетем. Бірден жаңағы, яғни өзінің потенциалы бар, сен жоққа шығармайсың. Кез келген адам 1 миллиард табылады. Кез келген адам 1 миллион теңге табылады. Бірақ өзінің қазіргі точкасында қандай ресурстары бар, оның қандай күші бар, қандай активтары бар, қандай білімі бар. Мысалы, рилс түре алатын жаңағы қабілеті болса, яғни өзінің точкасын білмей жатады да, бірден мен 1 миллион теңге тауып кетем дейді. 1 миллион теңге табатын кезде тұрады, қадалады. И бағанағы бірінші қателікке келеміз да, қателіктен сабақ алмаған үшін болды. Бұл менікі емес дейді, атасып кетеді. Ол жерде психологиялық мәселе бар, сен маркетингте мәселе бар, бизнес жағынан болатын болсақ. Ал енді біздің бала кезде үйретілмеген жаңағы екінші қабілеттің бірі бізге ата-анамыз, енді ата-анамыз немесе бізді үйреткен адам сол нәрсені үйретпеген да. Ол нәрсе ең бірінші аз-аздан үздіксіз әрекет ету. Бірақ енді тағы да айтамын, бұл жерде біз басқаны кінәламаймыз. Подкасттың бір түрі познавательный да. Яғни познание. Пайдалы болу. Пайдалы болу. Егер жаңа балаларыңызды тәрбиелейтін болсаңыздар, ең бірінші жаңа үйретілу керек, қателіктен сабақ алу. Екіншісі амбиция бар. Амбиция дұрыс, үлкен мақсаттар дұрыс, бірақ ол мақсаттарға аз-аздан жету. Сен бірінші бала кезде үйретілген кезде сен барды магазинге барып кел өзің, немесе бірге барасың магазинге. Барғаннан кейін мысалы жаңа бір майды алып келдің. Екінші турасында жаңағы ей балам барды, сен өзің алып кел. Яғни бірінші табандылыққа үйретесің, жауапкершілікке үйретесің, және сен магазинге барып келудің өзі кішкентай кезде оның өзі де бір мақсатты орындай алу. Магазинге барғаннан кейін базарға алып бару. Базардан кейін жаңағы қалада
қаладағы мегацентрға апару, мегацентрға апарғаннан кейін сол мегацентрға өзі барып келу дегендей ғой. Яғни амбиция бар ма, аз-аздан жаңағы сол мақсатқа жете алуды үйрету керек. Яғни сол нәрсе үйретілмеген да. Амбицияның тағы да бір минус жері бар. Көп адамның артында алекситимия деген диагнозы болады. Алекситимия деген бұл психиатрический диагноз. Бұл енді когнитивный функцияның бұзылғаннан деп айтады. Бірақ көп қазір адам өзіне не керек екенін білмейді. Бір адамдар. Иә. Мысалы, өзін түсінбейді. Ішкі әлемінде басқа нәрсені қалайды, бірақ жасап жүрген ісі басқа нәрсе. Яғни мұны деперсонализация деп айтады. Яғни көп бұл жерде психикалық ауытқулар. Бірақ ол емделетін факторлар. Енді мен психиатр емеспін, бірақ осы клинический психосоматика жақын болғаннан кейін ол нәрсені зерттейміз. Яғни әр адам өзінің не керек екенін білмейді да, қалауынан. Мысалы, бір адам болады, амбиция қаратын болса, маған қазір кәсіп жасауым керек. Қазір мен товаркамен айналысуым керек. Қазір мен шоу-бизнеспен айналысуым керек. Бірақ ішіндегі қалауы, ішіндегі болмысы просто отырып саяхатта ақша табыс келуі мүмкін. Мысалы, жаңағы Чехияға барып жұмыс жасап, Америкаға барып жұмыс жасап, немесе гранттар арқылы жұмыс жасап дегенде, яғни грант пен су арқылы оқиды, әрі сол жерде жұмыс жасап. Бір адамдар сондай болуы мүмкін. Бір адамдар мысалы етікші болуы да мүмкін. Мысалы, бір адамдар жаңағы білмеймін. Енді өте көп қой. Қазір енді вариант идеялар келмей жатыр. Тағы айтатын, адам ішінде не қалайды, сол нәрсені білмегендіктен көп адам амбицияға ұрып жатады да. И осы кезде ішкі әлем мен сыртқы әлемді түйістіретін нәрсе, мұны бізде психический энтропия деген нәрсе бар да. Яғни миымыздың ішінде напряжение бар, миымыздың энергиясы бар да. Сол энергияны дұрыс басқару арқылы, дұрыс образдар қою арқылы. Енді қазір бір адамдар обесценивать етуі мүмкін, жаңағы аффирмация, визуализация деген, бірақ ол визуализация деген нәрселер жұмыс жасайды. Қалай жұмыс жасайды? Сен отырған кезде қазір мен осындай үйде тұрсам екен, осындай жерлерде жүрсем екен, осындай жерлерде саяхат жасасам екен. Ми енді бұл енді уақыттың еншісінде, бірақ ми сол идеальный картинаға ми дофамин бөлініп қойса, ми жаңағы күшті бір қалай айтсам екен, бір картинаны жүрекке енгізілсе, ми сол мақсатты автоматически орындауға атсалысатын болады. Дайын болады. Психика өзі автоматизировать етіледі. Түсіндіре алдым ғой? Түсіндіре алдым. Бізде екінші қабілетті ол амбицияға ұруда. Бір адамдар амбицияға ұру жүретін болса, онда міндетті түрде заземление керек та. Опять расслабляться. Тағы да тынышталу керек. Тынышталып, қазір менің А точкам осындай. Қазір мен Б точкаме жететін әрекеттерді енді мен ойлануым керек. Дұрыс ойлан. Бір адамдарда қазір СДВГ деген диагноз бар. Мысалы, бір адамдар жаңа отыра алмайды, бір адамдар бетін ұстай береді, ананы ұстай береді. Мысалы, жаңа телефонмен сөйлесіп отырады, жаңа подкаст түсіріп отырады, басқа нәрсені ойлап отырады. Яғни бір нәрсеге фокус қойған. Немесе бір нәрсені бір жерге қояды да, жаңағы ұмытып кетеді, сосын таба алмай жүреді деген сияқты. Таба алмай жүреді, иә. И оның барлығы, ол не только жаңа таба алмады, ол памяттан да проблема болуы мүмкін. Ол памяттан да болуы мүмкін. Памяттан да болуы мүмкін, немесе СДВГ-дан да болуы мүмкін. СДВГ көп тағы айтатыным, СДВГ болсын, ПТСР болсын, шизофрения болсын, қандай аурулар болсын, ол аурулардың түбінде адамның ішкі тыныштығы керек та. Иә, бір аурулар жазылмайды, бір аурулар жазылады. Қандай ауру болмасын, яғни ең бірінші ішкі тыныштық керек та. Яғни психологиялық энтропия дедім ба, яғни мидың тынышталуы, ішкі тыныштық, ол кез келген нәрсені әрлендіріледі. Яғни сен кез келген мақсатыңа жеткен кезде мақсатқа жете аласың да, бірақ ішің тыныш болған кезде. Яғни біздің дінде айтады ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан, денемізде бір кішкентай бір кесекет бар, сол аман болса, бүткіл өмірің аман, бүткіл ол жаңа бұзылса, сенің бүткіл өмірің бұзылады. Ол не деген кезде, ол кесекет дейді. Бір кесекет қай кезде тынышталады? Адам өз-өзімен болған кезде. Яғни бір адамдар жаңағы Алланы еске алған кезде, бір адамдар Будданы еске алған кезде, яғни біз әр адамның дініне не қыла алмаймыз, жаңағы тұсқалып қоя алмаймыз. Кім неге сенеді, соған сенген кезде адам жүрегі тынышталады. Ал біздің жүрегіміздің тынышталмайды, бізде клиповое мышление деген бар да. Клиповое мышление деген тез жаңағы Инстаграм листать етіп отыру, ТикТок листать етіп отыру, осының барлығы біздің миымыздың тез жұмыс жасалуына әрекет етеді. Ал осы кезде не? Яғни миымыз тез жүреді, бірақ денеміз постоянно қалып жүреді. Как будто бір андай не секілді. Қазір балалар бар ғой, речевой проблемасы бар. Жаңағы раз, аутизм, ЗПР. Яғни олар ми қалып қоюы да мүмкін, немесе тез жұмыс жасауы мүмкін, бірақ денесі бір орында тұрады да. Денесі дамымайды. Яғни ми мен дене постоянно бірге жұмыс жасау керек. Ал бірге жұмыс жасау үшін байланыс жоқ. Алдымен бағанағы расслабленность. Енді бала
кейін өскен кезде жаңағындай өзіне не керек екенін білу үшін кішкентай кезде не істеу керек ата анасы? Енді опять же ол бала қанша жаста? Мысалға делік 5 жаста дейік, 5 жастан. Қараңыз, 5 жаста болатын болса, бағана айттым ғой, 7 жасқа дейін бала ең алдыменен ата анасына қарап өседі. Жарайды, 7-тен кейін болатын болса, уже примерно 2-ші класс. 2-ші класстан бастап болатын болса, ата ана ең алдымен баланың жаңағы наблюдение дейді ғой, балаға қарау керек та. Бала неге ынта? Сөйлеуге ынта болуы мүмкін. Мысалы бізде hard skills, soft skills. Soft skills деген жаңағы мимен жұмыс жасайды. Hard деген қолмен. Ол жаңағы софтқа жақын ба или hardқа жақын ба? Қолмен істейтін болса, онда уже понятно, жаңағы сіз секілді жаңағы видеоларды монтаждау, мысалы бір адам ұста болуы мүмкін, бір адамдар инженер болуы мүмкін, уже соған бағыттайды. Мысалы софт болатын болса, онда жаңағы лидерлік қасиет, жаңағы сөйлейтін қасиет, мұғалім, педагог деген секілді. Соған қарау арқылы баланың ынтасын анықтауға болады. Soft skills немесе hard skills. Соған байланысты уже приблизительно картинасы пайда болатын болады баланың. Уже ар жағынан уже профориентологтар бар. Соған қарау арқылы уже бала түсінікті болады. Қай деятельностьқа жақын, қай профессияға жақын екені. Сосын бағыттауға оңайырақ болады. Енді сен ата ана ретінде қарайтын болсаң, бала өзімен өзі өмір сүреді, сен өзіңмен өзің өмір сүресің. Сен кредитің бар, қарызың бар, движняк, жаңа командаң басқару, проблемадан проблема. Сен балаңа қарайтын уақыт жоқ. Негізі американдықтар суббота воскресенье баласына қарайтын, отбасына қарайтын. Ол мен идеально деп ойлаймын. Просто андай да. Фильмдерде де солай ғой, көріп жатсаң. Бір кездері уақытың болады, бір кездері уақытың болмайды. Сен балаңа, қызыңа, жаңағы отбасыңа арнайтын кезде суббота воскресенье қою арқылы, яғни көп деген үйдің берекесін арттыруға болады. Көп еркектердің бір проблемасы сол да, немесе үйде жатып қалады, яғни потенциалын көтере алмайды, немесе сыртта жүреді, стресста жүру арқылы постоянно қарыздан қарызға. Яғни оның Қазақстанда примерно бір 10% адам шығар, идеального бір жизнь ұстайтындар. Оның ішінде Марғұлан Сейсенбайды включает. Сондай да. Енді бұл жерде айта кететін болсақ, ең алдыменен баланың психикасы сау болу үшін ата ананың ең басты рөлі осы да. Ата ана дұрыс болған кезде баланың өмірі дұрыс болады. Біз 3 қабілетті айттық па? 2 қабілетті. 2 қабілет айттық. Келесі? Тағы үйретілмеген бізде 3-ші қабілет бар. Бала кезде бізді ақша санауды үйретілмеген да. Ақшамен қарым-қатынас. Өте өзекті тақырып. Мысалы андай болуы мүмкін, бағана болды амбицияға жақын, ақшаның 1 теңге берсең, мысалы 1 теңге демей қойын, 1000 теңге берсең, 1000 теңгенің 900 теңгесін сен өзіңе құрып, 100 теңгесін обязательно өзіңнің депозитіңде сақтап қой. Немесе қалтаңа, копилкаңа сақтап қой. Ал біздің қазіргі Қазақстандағы проблема не ол? Қалай ойлайсыз? Қаржылық сауаттылық жоқтығында? Жоқтығында, бірақ біздің Қазақстанның ең комфортны, ең сервиске жақын Каспий банк. Яғни сен кредит ала салуың оп-оңай. Без рахмет ала саласың. Нәпсіге жағады, ол да бар. Нәпсіден бөлек біздің финансовый грамотностьымызды жоқтығынан бір, сен оны есептеп отырмайсың. Қазір бұның 50% жаңағы анаған кететін болса, қазір еще оның проценті бар. Оны мен 36 ай бойы, 24 ай бойы төлейтін болсам, мен айына осынша табуым керек. Ал мен осынша табуым үшін қазір менің қолымнан жаңағы психологиялық қабілет бар. Ол мен психологиялық қабілетті қазір мен Инстаграмда көрсетуім үшін маған да оған ақша керек. Мысалы сіздердің услугаларыңыз 200 теңге болатын болса, қазір мен Макеге 200 теңге беремін, мен релсқа саламын, ол релс атама атпай ма, оның өзі де под вопросым, ол ату үшін мен өзімнің состоянием қалай болу, мына жақта қарызым түсіп отыр, мына жақтан Мәкенің услугасы бар, мына жақта мен психологиялық адамдармен жұмыс жасаймын, еще менің супервизиям бар, менің терапиям бар, соның бәрін учитывать ете алмайды. Ете алмайды. Қуытышылықта жүрген адам басын қатырғысы келмейді. Бірден ала салады, ең соң қарызға тірелетін кезде қарызбен жабысу жерде басылады. Түсіндіре алдым ба? Түсіндіре алдыңыз. Ең проблема, өзекті мәселе осы да. Яғни критический мышление болсын, немесе миыңмен сен мышлениемен кішкене андай себеп салдар дейді ғой, причинно-следственный связь мықты болатын болса, қазір мен ана нәрсе опять болды ответственностьқа келеді. Қазір мен қарызды кредитті алатын болсам, ол қарызды мен ертең қалай өтеймін? Бір адамдар қарыз алған кезде, примерно жабам ғой. Мысалы менде 110 миллион қарыз болған, 120 миллион қарыз. Кеше мен сіздің бір сторисіңізді көріп қалдым да, сол жерде
24 миллиондай бір бір қарызыңыз болған екен. Сосын мен ойладым, басында ойлап қалдым сізде әлі сол қарыз бар деп ше. Сосын барып листать еткеннен кейін ең соңында менде қазір кредит жоқ деген екенсіз. Құтты болсын Жаке. Енді оның барлығы 2019-2020 жылы менде виза центр болған. Яғни адамдар шетелге оқуға жұмысқа жібердік. И сол кезде карантин болады. Карантинде полный қораға кіремін. Извиняюсь за выражение, қорадан бөлек жаңа мені қадап кеткендер бар. Соның салдарынан, яғни мен өзім қарызымды жапқам, одан бөлек жаңа партнерларым қадаған ақшасы бар. Соның бәрі жиналып үлкен қарызға кірген бар. Соның қазір енді қарыздан құтылғаным ғой. Опять бұл да ответственностьқа тіркеледі. Жауапкершілігі бар адамның жасаған жұмысының басы, ортасы, соңы болуында да. Түсіндіре алдым ба? Сол кезде сен ақшаға да жақын боласың. Ақшаны біздің енді алдында мамам айтып отыр, мамаммен сөйлесіп отырсам, менде кабинетім неде Абай правдада өзімді сенсация тұрамын. Мамам бір рет айтып қалды, мен бір кабинет ауыстыратын шығармын. Еврейлер білесің қалай істейді? Оказывается, еврейлер өзінің үйінің астынан не сатып алады екен да, кабинет немесе офис, немесе жақын жерден. Плюс-минус бір жай жүргенге бір 5-10 минуттық жерден. И сол секілді кеше ойланып отырсам, былай қараймын. Не үшін менде мен мысалы егер мен таксимен баратын болсам, приблизительно 2000-3000-5000 теңгеде кетіп қалады. Барып келемін деген шеш. Не үшін мен өзімнің кабинетімді жақын жерден алмасқа? Иә. И кеше ойланып алсам, уже кабинеттер шығып жатыр да. Ал мен сол кабинетке рұқсат бере алмаймын да. Менің жаңағы келетін клиенттерім кішкене нормальный адамдар ғой. Еще местоположениеге алысырақ қой деп ше. Оказывается, саған келетін адам любой жерге барады екен да. Оның барлығы бағанағы қаржылық сауаттылыққа, жауапкершілікке алып келеді да. Егер сен бүткіл нәрсені контрольмен, есеп-қисаппен өмір сүретін болсаң, бұның барлығы қызық емес. Рутина қызық емес. Быт қызық емес. Испиттегің келмейді, жазың келмейді. Оның барлығы қызық болмаған нәрсенің артында береке бар да негізі. Бірақ біздің қазір жасап жүрген проблемамыз, опять же, Каспий банкта біз кінәламаймыз, олар сервисін жасап қояды, сен оны алуың, алмауың ол сенің таңдауыңда да. Таңдау. Яғни сол үшінші қабілет бізде үйретілмеген, ол қаржылық сауаттылық мәселені үйретілмеген. Бала кезден. Ал ол жаңағы 5 мәселенің артында бағана жауапкершілік тұрады да тағы да. 5-шісі болып па? Жоқ, 5-шінің артында не тұрады? Жауапкершілік тұрады. Бәріне жауапты десеңізші. Бәріне жауапты. Үйретілмеген 3 қабілет осы. Қазақтың қанына сіңген травма деген тақырыпта сөйлескіңіз келген екен. Көпшілікте кездесетін проблемалар, өзекті? Қазақтың қанына сіңген үлкен қазірге травмалар бар. Бағанағы айтып, бұны да мен бір жаңа айтып өттім. Бәріне мен топырақ шаша алмаймын. Яғни осы уақытқа дейін мен 10 мыңнан аса адаммен жұмыс жасадым. Ол жекесі бар, топтығы бар, мастер-классы бар, бәрін қосқан кезде. И бұл жерде мен өзім жеке наблюдениемде, яғни мынандай статистика бар да, 10 адамның 10 адам болса, соның 7-інің қателігі де, арман мақсаттары да бір дейді. Түсіндіре алдым ғой? Сіз бұл статистиканы қайдан алып отырсыз? Ол статистиканы менің ұстазым бар. Сол ұстазымның статистикасынан алынған. Бірақ оның статистикасының жаңа біздің әлеуметтік желіде бар, оны мен өтірік алмаймын. Бірақ сол ұстазымнан алған информация. Бірақ оны мен Инстаграмда Гуглдан көргем, Гуглда осы статистика тұр. Оны мен кейін болса сізге өзіңізге көрсетемін. Окей, аха. 10 адамның 7-інің қателігі бірдей. Мысалы, былай қарасаңыз, опять көп адамдар бір тырманы, бір грабледі қайта баса береді. Қазір мысалы жаңа айттыңыз ғой, ана жерге, ана студияға барып түсіреміз дейді, ана студияға барып түсіреміз. Мен айттым, өзіңізге қайсың қайлы. Қазір мен осы студияны мен қазір тексеріп жеттім, көргім келіп жатыр. Қазір бұның өзі сіздің инициативаңыздың өзіңізге рұқсат бере алудың бір түрі да, бір факторы. Ал енді көп адамдар көп нәрсеге рұқсат бере алмайды да. Мысалы, кәсіпте гипотеза деген нәрсе бар. MVP деген нәрсе бар. Қолына 10 миллион теңге кредит алды, немесе 10 миллион теңге сбережениесі бар. Барамда қазір мен Каспий банкта ашып беремін да, қазір мен товарларды аламын. 10 миллион теңгем барады да, қарғөз хабар салдық, 10 миллион теңге жоқ, аумин. Ол бизнес ата ма, ол бизнес атпай ма, ол бизнестің болашағы бар ма жоқ па, оны сен біле алмайсың, оны сен қалай білесің, осы просто бар екен. Анализ жасап. Анализ жасау арқылы. Бұл сонда анализсіз жасалған тәуекел ма?
анализсіз жасалған тәуекел. Яғни біздің жаңа трансцендент дедім ғой, біз Құдай не дейді, сабыр сақтаңдар және маған тәуекел етіңдер. Тәуекел етушілерді мен не дейді, жақсы көремін. Яғни сен құрбосқа тәуекел ете беретін болсаң, извини меня, бұл жерде үлкен проблема ол. Сен тәуекел жасар алдын, мүмкін ол жерде сенің өміріңе қауіпті нәрселер болуы мүмкін. Сенің өміріңе әсер ететін нәрселер болуы мүмкін. Немесе ол пайдалы нәрсе болуы мүмкін. Оның ең алдымен бізде бір техника бар. Бір әрекетті жасамастан бұрын свот анализ дейді. Яғни кез келген әрекет жасайтын кезде сен оның плюсын көресің, сен оның минусын көресің, сен оның мүмкіндігін көресің, оның сен угрозасын көресің. Таразылайсың. Таразылаған кезде әр адамның ішінде күмәні болады минусы мен угрозасын қараған кезде. Сол угрозадан сен, жоқ, мен оны до конца жасаймын. Бағанағы саботаж дедім ғой, самосаботаж. Сен өзіңнің бір әрекетіңе саналы түрде, бейсаналы түрде өзіңе кедергі жасайтын басыңда шектеулер болуы мүмкін, установкалар. Сол установкалар сенің өміріңе әсер ететінін біліп тұрсың, сен өзіңді түсініп тұрсың, қазір мен бұл бизнесті жасамайтынды, бірақ сен сила воляға аласың, өзіңді жинайсың, өзіңнің дисциплинаңды аласың да, жоқ, мен осы бизнесті до конца жасаймын, өйткені менің басымда картина тұр, плюсы да тұр, минусы да тұр, возможность тұр, угрозасы тұр. И сол жасаған кезде уже ол бизнестің атып кету ықтималдығы жоғары. Бірақ тағы да екінші техника бар бізде, MVP дейді. MVP деген сен бір товарды алатын кезде не істейсің? Сен приблизительно жаңағы $10 салып көресің да. Мысалы, әдемілеп видео түсіресің, таргетке жібересің. Атса атпады. Ал енді біздің қазақтың проблемасында осы да, травмасы деп те айтсақ болады. Яғни бір әрекет жасар алдын ең алдыменен қалауына ерік беріп кете ме? Нахаластою. Просто шабытпен. Шабытпен, энтузиазммен, бір күні атып кетеді ғой деп. Мысалы, реально 10 адам болатын болса, 10 адамның, бұл емен приблизительно айтамын, 10 адамның үшеуінде везунчик деген тағдырына жазылған не болуы мүмкін? Форасымен жүретін таңба. Любой теңге салады, ата салады. Мысалы, бір адамдар бар, сен 10 миллион, дәл соның жасаған, өзін жасайсың, один атпайды ғой сен. Бір қырсықта, сондай бір өмірдің парадокстары бар. Оказывается, оның өзі де ол минус емес, оның өзі де плюс. Егер сенің маңдайыңа везунчик деген жазылмаса, онда сен әлемді зерттейсің, курстар аласың, білімдер аласың, ұстаздарыңмен жұмыс жасайсың, өзіңмен жұмыс жасайсың. Сен оны үйренуің керексің да, Құдай саған ондай фора бермеген. Фораны тек сенің хард скиллыңа берген да, қолыңа. Бір адамдар софт скиллмен тұрады. Өзіңізде байқағанша бір форасы бар адамдар болатын болса, тұрады. Құрметті достар, мен 1 миллион теңгені қалай алдым? Ол ақпаратты білу үшін төмендегі сілтемеге өттей қалған кезде ана таргеттің CTR-ы 5 болады. Келген заявкасы $10 кеткен, заявкасында ойбай, конверсия бір 50-60 адам жазылған, 50-60-ның өзінде 50% конверсиясы бар. Бір адамдар бар, дәл солай айтсын, дәл солай жасасын. Тимейді ана таргетке. Вообще тимейді. Жоқ. Дұрыс айтасыз аға. Оны мен өзімнің де тәжірибемде көріп жүрмін, өйткені мен сатылым алып келетін роликтермен айналысып жүргеніме уже 10 жылдай болды. Енді қараңыз, бұл жерде бағанағы травманың артындағы нәрсе не деген кезде, ол ең алдымен бізде магический мышление да. Яғни магический мышление. Ол не деген сөз? Магический мышление деген нәрсе бұл бағанағы везунчиктің ойымен жүретін адамдарда. Алма піс, аузыма түс. Қазір мен кредитті ала салам, жаба салам ғой дейді. Мысалы, достарыңыз бар шығар сіздің, қазір мен 5 миллион теңге ала салам қазір грантпен. Мен 20-де жаба салам. 24-де жаба алмайды. Рассрочка, қарызбен жапқан, өмірінде берекет кеткен, развод болған, банкрот болған. Есеп қисап жоқ. Біздің дінімізде кредитке жақындамау керек деген бар. Бірақ екінші жағы біздің білікті кәсіпкерлер, финансистер айтады, егер сенің кәсібіңе ақша жетпей жататын болса, сен кредиттің берген процентінен есептеу арқылы сен кредит алуыңа рұқсат дейді. Финансистің өзі айтады. То есть бұл жерде не ол? Опять же, сен бүткіл нәрсені анализ жасау, бүткіл нәрсені қарау, причинно-следственный связьдармен өмір сүруді, себеп салдармен. Қазір мынау болсын, қазір соңы не болуы мүмкін? Сол анализдің барлығын жасағаннан кейін ең соңында решение келеді. Мен жасаймын ба? Жасамаймын ба? Жасаймын десең, оның артында уже кетесің. Өмірің несейді? Дөңгеленеді. Аға. Жасамаймын десең, онда бір орында отырасың да.
отырып қалған жерде су сасиды, су сасыған жерде адамның психикасында не болады, адам өзін құрбан етіп жібереді да, жей бастайды, депрессия басталады, стагнация дейді ғой. Сол бағана қазақтың қанына сіңген деген нәрсе магический мышление да. Яғни мен қазақтың бәріне қойылған диагноз емес бұл нәрсе көп адамнан мен байқағаным да. Осы магический мышлениемен ең алдымен жұмыс жасайтын ол рациональный дейді, рациональность дейді ғой. Яғни бұл біздің миымыздың алдыңғы бөлігі, неокортекс дейді, рациональный, бүткіл нәрсенің есебін, қисабын, бағанағы шот анализге салу. Жаңағы плюсын, минусын, возможностьын, угрозасын көру арқылы адам сол магический мышлениеден шығады. Күшті. Келесі тақырып тыңдалмаған сөз денсаулықтың жауы деген тақырып екен сізде. Кирилл деген ұстазым бар Барселонада. Оның ұстазы бар Майк деген. Алдында бір ретрит жасаған Алматыда. Сол ретрит жасаған кезде оның ішінде білікті өзі Барселонадан келіп Алматыда жасап отыр. Оның Қазақстанда білікті маркетолог бар, сол маркетолог организовать етіп отыр. Оның ішінде Қазақстанға медийный адамдары да бар, Алматыға Балиден келіп жатқан мультимиллионерлері бар. Простой адам Кирилл деген. Бәріміз енді отырмыз ғой, бір күш зат айтатын шығар деп ше. Сосын тыңдап отырмын, енді бұл жерде философиялық мәнді нәрселер айтылып отыр да, мәнді нәрселер. Тыңдап отырмын, сол кезде бір сөз жүрегіме тарс етеді. Сосын орысша тұрады да. Услышанная история, исцеленная душа дейді да. Услышанная история, исцеленная душа. Яғни біздің қазақта сөз бар ғой, тыңдалмаған сөз жетім дейді. Біздің қазақтардың тағы да бір проблемасында бір өзекті мәселе бар, сөйлесе алмайды ешкім. Ешкім бір-бірімен сөйлесе алмайды. Бір отбасыда тек қана қарап отырған телефон, сөйлесейін десең дұрыс мәмілеге келе алмайды. Разводтардың көп айтады ғой, развод көп жағдайда жыныстық қарым-қатынас болмағаннан кейін көп разводтар болады деп. Ол да бар. Оның ішінде быт та бар, енеменде общение бар, бірақ ол соңғы қатарда дейсіз. Соңғы қатар емес, топ 3-тің ішінде. Топ 3-тің ішінде. Бірақ осы бүткіл қазақтың үйіне берекетті алып келетін деген не нәрсе? Біздің ауруханамызда пациенттер болмайтын еді. Разводтар болмайтын еді, қарыздар болмайтын еді. Біздің Қазақстанда парақорлық болмайтын еді. Бұның артында не бол? Тыңдалмаған сөз да. Сен айта алмайсың, жеткізе алмайсың, немесе түсіндіре алмайсың. Түсіндіргің келген нәрсені есейсің, жұтып қоясың. Немесе сені түсінбейді. Сен ақ өстіп жүресің деп айтады. Ал адам сол нәрсені жеткізе алмаған кезде адам ішінде не пайда болады білесіз ба? Бағана айтқан симпатический нервный система деген нәрсе бар. Симпатический нервный система деген кезде уже біздің вегетососудистый дейсің, жүрекке баратын тамыр, жаңағы бауырға баратын тамырлар бар, жаңағы мочевой пузырь, яғни бүткіл біздің 12 мүшемізге баратын нервтар бәрі қысылады. Симпатика нервный система ғой, жаңағы напряженный. Бүткіл 12 мүшеміз қысылған кезде бізде не болады білесіз ба? Не болады? Біздің денемізде қан айналымы бұзылады. Баяулайды? Одан кейін бізде лимфатический нервный система бар. Яғни біздің лимфа жүйеміз бар. Лимфа жүйемізде проблема болады. Яғни лимфа деген біздің денеміздегі канализациялар. Одан кейін бізде нервный система бар. Нервный системаның ішінде де уже сұйықтар бар. Солардың бәрі напрягация етеді. Одан кейін бізде қан тамырлары бар. Оның ішінде біздің ішіміздегі ДНК молекулалар бар. Оның бәрі напрягация еткен кезде бағанағы тұншыққан эмоция осылардың бәрін напрягать етіп бізде не болады? Жарылыс бола ма? Жарылыс болмайды. Аурулар пайда болады. Рухани ауру, ЖКТ, яғни асқазан, жүрек, давление болады, көз көрмей бастайды, тілі көрметіліп бастайды, жаңағы бетінде проблемалар болып бастайды, тиктар пайда болып бастайды, қолы қақсай беретін болады, жаңағы бауырында проблема болады, өтінде проблема болады, почкасында проблема, оның бәріне ол бағанағы тыншыққан нәрселер, айтылмаған нәрселер, жеткізілмеген нәрселер, эмоцияны жұтып қойған нәрселердің бәрі біздің денемізден көрінеді. Өзімді ойлап кеттім, жаңа бір-екі сіз айтып жатқан кезде тақырыпта жаңағы жұтылып қойған эмоциялар демекші. Көп адамдардың бауыры ауырады, білесіз ба? Кинезиология деген бар. Кинезиологияның ішінде иглотерапия деген бар. Біздің бойымызда, денемізде меридиандар бар. Ол меридиан не ол, білесіз ба? Энергияға жауап беретін канал. Яғни былай айтайықшы, энергияның трубалары ғой. Трубалары. Энергияның несі, тамырлар. Енді
біздің бауырымыздың энергиясы бар да. Мысалы ол бауырдың энергиясы қай уақыттарда жүреді? Қай уақыттарда? Яғни восстанавливаться етіледі, немесе жұмысын бастайды ұйықтаған кез. түнгі уақыттарда. Ал енді күндізгі уақыттарда егер сен ашушаң болатын болсаң, түнде ұйықтай алмайсың. Түнде ұйықтағаннан бөлек бауырдың ішіндегі молекулалар өзгеріп бастайды. Ашу, ыза, өтте проблема болады. Не үшін? Стресстен? Жоқ. Сен бір адамның алдында басыңды иген келмейді. Эгодан? Эгодан. Көкіректен? Көкіректен. Қуыс кеуде? Ол да бар. И оның бәрі не ол? Сен егер ашуыңда проблема болса, сен көкірегіңде проблема болса, сенің бауырыңда проблемалар болып бастайды. Ал ол біздің денемізде көрінді ғой. Ал өмірде қалай көрінеді деген кезде сен ойыңды жеткізе алмайсың. Жоқ деген сөзді айта алмайсың сен. Жоқ, мен бұған келіспеймін. Өзің мнениеңді айта алмаған кезде сенің бауырыңда, жігітіңде проблема болып бастайды. Осындай. Қазақ бай үшін жаралмаған депсіз. Сол алдында сізге тақырып сұрадыңыз ғой. Сол тақырып сұраған кезде қандай тақырыптар, енді бұның өзі ответсіз ғой. Бірден құр айта салмайтын нәрселер. Қазақ байы үшін жаратылмаған, не үшін? Былай ойланамын ғой. Бір жағынан енді маркетингте қарап отырмын. Жаңағы енді кез келген адам қарау үшін хук болу керек қой. Сен ұсақ балың керек. Иә, дұрыс. Хук қазір өте маңызды. Иә, хук маңызды. Қазақтың маңдайына біткен үлкен геноцид бар да. Геноцид бұл енді психогенетиктар жақсы зерттейді. Енді психогенетик емес, психогенетик деген не ол? Генограмма арқылы сенің жеті ата-бабаңның ата-бабаңнан келе жатқан установкалармен жұмыс етеді. Опять бұнда біз жауапкершілікті ысырмаймыз, басқаларға итермейміз, я болған іс кінәламаймыз. Бірақ енді оның шығу тегін біз білуіміз керек те. Ресей империясы біздің қазақтың жерінде не жасаған? Сізге сұрақ. Көп нәрсе жасады ғой енді. Ақшаға қатысты. Біздің қазақ кезінде немен бай болған? Малмен. Малмен бай. Малдың бәрін алып қойған. Иә, малдың бәрін алып қойған. Біздің қазақтың қазба байлығын тартып алған. Алдың кендерінің бәрін сол кезде не істеген? Өзінің қосына алдыған. И осы кезде біздің қазақ не көреді? Мысалы, мына жақтан большевиктер келді. Мына жақта сенің күйеуің тұр. Мына жақта әйел қарап тұр. Мына жақта бала шағаң қарап тұр. Сол кезде сені тартып алған кезде осы отбасында қандай стресс болуы мүмкін? Өте қатты стресс болады ғой. Әділдік қайда? Әділдік қайда, иә. Иә, справедливость. Бұл біздің затымыз ғой. Иә. Ал большевиктер не істейді? Солдаттар келді не істейді? Саған не дейді? Түкіргенім бар дейді. Бізге приказ келді, біз алып кетеміз дейді. Бәрі тең болу керек. Ол тек бір-ақ рет қайталанса бізде ішіңе болмайтын еді ғой. Бізде 2 рет, 3 рет, 4 рет, 1000 рет қайталанған ол кезде. Қайталанған кезде не істейді? Әйелдің көкірегінде не болады? Қандай эмоция болады? Қорқыныш. Әділетсіздік, қорқыныш, қорқыныш деген нәрсе болады. Қашан енді біз мына байлықты жинадық, бұны тағы да кім тартып алады? Тартып алады, құлдық сана қалып келе ме? Құлдық сана қалып келеді. Яғни біздің қазақтың байымайтын, өспейтіннің бір себебінің бірі, қазір қарасаң, Назарбаев жаман, кім жаман, Тоқаев жаман, кім жаман, анау жаман, кім жаман, мынау жаман. Бұл айтылып жатқан сөздерінің бәрінің түбі неден шығады? Сол құлдық санадан. Сол құлдық санадан келеді. Ответсіз. Иә, Назарбаев. Қайттан жауапкершілікке келе береміз, ұрына береміз деңізші. Қайттан жауапкершілікке келеміз. Біздің Назарбаевтың маған қатты ұнайды. Бүткіл диктаторлардың бәрі ұнайды маған. Маған саясаткер ретінде ұнайды. Иә, саясаткерлер ұнайды. Өйткені олардың да белгілі призваниясы бар. Иә, оның да әділетсіздік жасаған әрекеттері де бар. Оны да жоққа шығара алмаймыз. Бірақ Назарбаевтың ең қатты сыйлайтыным біздің несеп берді, шекарамызды бекітіп берді. Геополитика жағынан. Бізге көк паспортымызды алып берді. Жеріміздің документациясын бәрін юридический конституциямызды реттеп берді. Және Қазақстан ең алдында естуім бойынша Қазақстан номер 1 орында да. Мысалы, Российский империя, Россия Федерациясы неше түрлі мемлекеттерден құрылған ғой. Біздің Қазақстан, жалғыз Қазақстан бір мемлекетті. Андай ішінде жаңа Өзбекстанның ішінде Қарақалпақстан бар. Мысалы Қытайдың ішінде Тибет бар деген секілді, ал біздің Қазақстанда ешкім жоқ та. Многофункциональный жаңа ұлттар бар. Дәл сол секілді мен содан мақтанамын да Назарбаевтың. Тоқаевтың мысалы қандай нәрсесіне мақтанамын мен? Ол жаңа дипломаттық. Ішкі политика енді реттеліп жатыр қазір, үйтіп ең биіктеп келе жатыр. Бірақ сыртқы авторитетін қара.
қазіргі мына Ирандағыдай соғыс жоқ. әлемдік ситуацияларға қарағанда ең тыныш мемлекет, цифровой мемлекет. Біздің қазір Алатау облыс жаңа Қапшағайдың қасына үлкен салынайын деп жатыр. Цифровой мемлекет қала салынайын деп жатыр. Алатау облыс салынайын деп жатыр. Оның өзі чего стоит. Ал бір адамдар болады, тек қана не істейді, бір қырын ғана көреді да. Бір ракурсты ғана. Біздің байлығымызды тонады, біздің байлығымызды сатты. Ал мүмкін ол обязательно сату керек шығар. Мүмкін сату керек шығар Америкаға. Біздің елімізде тыныштық болу үшін. Дұрыс айтасыз. Мысалы, біздің определенный жерімізді Қытайға арендаға беру керек шығар. Онда онсыз болмайтын шығар. Өйткені ол жерде тупой емес қой. Ол жерде плюсы да бар, минусы да бар. Экономика бар, қарым-қатынас бар. А біздің қазақтың жаңа байымайтын сол да. Тек қана бір анау жеген басқа біреуді кінәлаған оңай да. Біз өзімізге келгенде өзімізден ала алмаймыз. Бұл жерде не бол? Опять же ақшаға тіреледі. Обязательно Тоқаев келеді, Дубайдағыдай әр отбасыға $30,000, $100,000 беруге. Жоқ, біздің Қазақстанда ондай болмайды. Жаңағы сіз айтқан магия, не дедіңіз? Магическое мышление, бір нәрсені күтіп отырады. Күтіп отырады. Қашан кредит жауып қалады. Құдай берсе порчикадан береді ғой деген сияқты, порчикадан бере салатын сияқты ма? Вот сол. И сол нәрседе біздің Қазақстан андай мемлекетте, менің көзқарасымда, бұл үлкен поле да Қазақстан. Кім істейді? Соған үлкен возможность бар. Кім жасай алмайды? К сожалению. Біздің Қазақстанда, мен үшін бір қарным ашитыны, Қазақстанда түріктер байып отыр. Әзербайжандар байып отыр. Орыстар байып отыр. Өзбектер байып отыр. Өзбек бауырларымызда да байып отыр. Қырғыздар байып отыр. Басқа мемлекеттің бәрі Қазақстан байып отыр. Қазақтың ішінде бірең-сараны ғана байып отыр. Не үшін? Құлдық сана? Ол да бар. Жауапкершілік жоқ? Ол да бар. Денсаулығың қадірін қай кезде білесің? Қай кезде? Ауырған кезде білесің. Ауырған кезде білесің. Ал біздің Қазақстанның мүмкіндігін, Қазақстанның реально сен күшті мемлекет тұрғанын қайдан білесің? Біздің Құдай сақтасын Қазақстанымызды біреу жаулап алса, Америка басып кетсе, немесе жаңағы ирандар басып алса, сол кезде сен түсінесің, қандай мемлекетте тұрдым мен, барлық нәрсе өзімнің қолымда тұрған екен ғой. Мәссаған, мына мемлекет деген алтын екен ғой. Сол кезде қазақтардың ішінде қандай нәрсе болады, білесіз бе? Қандай өкініш болады? Қандай? Онандай өкініш болады. Мен приблизительно алдында ойланып отырмын, осындай болады. Құдайым деп қолын созады да Құдайға. Елімді қайттан оралдырып берші. Мен жасамаған нәрсені сол кезде жасайтын едім дейді. Сондай өкініш болады. Құдай бірақ өзі сақтасын ондай нәрселерден. Біздің Қазақстанда жасайым деген адамдарға әрқашан жол ашық. Бірақ жібермейтін нәрсе не ол? Біздің миымыздың ішінде қатпар болып қалған установкалар, көзқарастар, дұрыс емес ойлау қабілеті, ұстанымдардың бәрі қысылғаннан кейін біздің көкірегіміз бағана өзіңіз айтқан сияқты қуыс кеуде болады. Ал енді кешеде белгілі бір юристті қамап жатыр, белгілі бір адамдар жаңа сотталып келіп жатыр. Январский событияда ойбай пәленбай адамды соттап жіберіпті деген политиканы андай алып көреді. Қазақстанда әділетсіздік деген секілді. Қазақстан әділетті. Бірақ сен бағанағы опять услышанный история истерион душа, сен қандай подходпен барасың. Біздің Қазақстанда кез келген адаммен байланыс орнату өте оңай. Өйткені біздің қазақ халқы өте аз да. Сен қалай байланыс орнатасың, қалай переговор жүргізесің, Қазақстанда бәрі мүмкін. Тек қана біздің Қазақстанда бір нәрсе жетіспейтін табандылықта соңына дейін апару. Табандылық жетіспейді, дұрыс. Өзіңнің қойған мақсатың до конца бару да. Әр кәсіпкерге, маманға, эксперт болсын, сол табандылық жетіспейді. Табандылық до конца бар, до конца жаса. И сол кезде сенде болады да. Бағана біз магический алма, біз аузымыз форчика артылған кезде жаңа береке береді. Қазір дұғаларының өзін сатып отыр. Айтпаңыз. Сен тахаджуд намазыңды оқы, салауатыңды айт, дұғаңды оқы, оның өзі де бір вариант. Бір вариант, сенің жолың ашылу, ашылмау, садақа бер, жаңа зекеттерінде бір, ол да бір вариант. Пайдалы бол. Бірақ бұл жерде не бол? Біздің Құдайдың өзі айтады да, тәуекел жаса деген нәрсе физикалық жағынан да бол.
физикалық жағын қадам жаса, әрекетін жаса, есепте жаңағы MVP-ін көр, LTV-ін көр, конверсияны жаса, жаңағы юнит экономика жаса, маркетингді сана, жаңағы бюджетіңе ақша сал, ақшаң болмай жатса, онда білмеймін үйтіп ақша тапты, әрекетін жаса деп тұр. Бірақ қазақтың байымайтын бір себебі до конца бармағаннан да. Мен осы нәрсені, осы фактқа сүйеніп айтып жатқанымда, кез келген критика болған жерде ұсыныс айтылу керек та. Дұрыс. Ұсыныс осы да. Иә. Бірақ кейде көп анализ жасап жіберсең де самокопанияға кетесің. Сосын бір орында тұрып қаласың, перфекционизмің бар. Ол да нетеді, енді ол басқа тақырып. Бұл жерде пайғамбар саллаллаху несі бар? Бір сөзіне келем. Ақылдасуда береке бар. Қайтадан тілдесу керек, сұхбаттасу керек дейсіз. Қазір мен жаңа кәсіп бастап жатырмын. Сол кәсіпке маған қазір бағана СММщикпен сөйлесіп жатырмын да. СММщик маған прайсын жіберіп жатыр, тік сөйлесіп жатыр. Все, болды, онда кездесеміз, қазір кездесіп келісеміз да. Ол маған посттарымды, хайласарым бәрін реттеп береді. Реттеп бергеннен кейін мен есем, енді мен күтіп отырмаймын ғой, қашан клиент келеді деп. Мен есем, таргетолог бергел деймін да. Таргетолог тұрады да, жаңағы рилс несейді, таргетке жіберіп береді. Ол келген таргет еще біздің воронкомызға түседі. Воронкоден келген бізде 7 касание деген бар маркетингте. Яғни сатуда. Посттардың өзі бір касание, біздің сөйлесіміздің өзі бір касание, вебинардың өзі бір касание, рассылканың өзі касание. Сен касание жасай бересің, сол кезде сатып алады. Әйтеуір бірден болмаса клиент 7 тордың біреуіне түседі да, сатылым жасайтын кезде. Ал мен соған дайын болу үшін мен не істеуім керек? Мен ішкі энергиямды, ішкі состоянием. Күйіңіз, ішкі күйім, ішкі нервтарым, ішкі тамырларым, ішкі буындарым, мүшелерім бәрі расслабленно. Жоқ, стресс жаман деген сөз емес, напряжение жаман деген сөз емес. Стресс қай кезде бөлінеді? Бір әрекет жасау үшін ғана бөлінеді да. Біз не істейміз? Дистресс деген бар. Ол стресс ішімізде көп болған сайын бізде не болады? Қалай ойлайсың? Тоқтап қаласың? Самокопания. Прокрастинация. Өзіңді тежеп, перфекционизм. Таңдай алмайсың. Менде 5 жыл бұрын сондай кризис болған. Енді менде ізденісті жақсы көрем. Ізденіп жүріп, мынаны бәрін информацияны алып алдым да. Сосын мен бүйтіп ойлап қалдым бір кезде. Мүмкін мына видео саласы, именно сатылым алып келетін роликтер бұл менікі емес шығар деп. Өйткені мен бұрында рэпер болғам, қазақ тілінде рэп оққам. Аш қазақ деген группа болған бұрында. Аш қазақ білемін, бірақ сол жерде неге жақын емеспін? Иә, түсіндім. Енді мәселе ода емес, просто бұрынғы мен өзімнің бір аудиториям бар да. И ойлаңызшы, мен қайтып келген кезде, то есть мына салаға келген кезде сол бұрынғы аудиториямнан қалай айтсам екен, жаңа аудиторияға ауысу өте қиын болды. Адаптация өте қиын болады. Бір 5 жыл ма, сол 5 жылда мен ізденісте жүрдім да, и жаңа кризисқа келдім. Сондай да бір кризис болған ғой. Сосын енді Алланың қалауымен одан да шығып жатырмыз қазір. Енді қазір қараңыз, бұның өзі кәсіп, бұның өзі дейтіліс. Иә, кәсіп. Қараңыз, сіз рэпер болып жүрген кезде из 10 10-нан 10 болып жұмыс жасап жүрдіңіз ғой. Ақшаға да таптыңыз, ел халықтың қошеметінде де болдыңыз, тойларға да шақырады, кішігірім жерлер ақшаңыз тауып жүрдіңіз. Енді сіз басқа салаға өткен кезде бағанағы 10-нан 10 емес, қайттан 0-ден бастайсыз да. Иә, сол ғой. Оның барлығы жейді да, ойының барлығы. Қазір енді сіздің ішіңізде екі нәрсе бар. Жасайын ба, жасамайын ба, адам атпай ма? Иә. И бұл психиканың ловушкаларының бірі да. Қазір сізге жасалу керек, фокусыңызды салу керек нәрсе. Ол не только сізге, в целом айтылады. В целом, иә. В целом, бұл жерде қалай мен сатылым алып келетін клиенттерді көп жинаймын. Мысалы, қазір мені сіздің подкастыңызға түсіріп жатырмын, бұның өзі де бір касание. Иә. Бұнда ар жағында бір, яғни касаниялар көп жасалған кезде, опять бұның артында жауапкершілік, табандылық соңына дейін апарамын деген. Иә, дұрыс айтасыз. Қазір енді ютубта сіздің әріптестеріңіз де бар. Бір адамдар бір подкаст түсіргеннен пәленбай ақша алады. Иә. Бір адамдар бар, атып кетіп жатады. Иә. Бірақ олардың бір плюсы бар. Айтайын ба қандай? Қандай? Олар до конца жасаған адамдар да. Мен тарихтарын білем. Иә. Ол түсіріп жатқан жаңағы қыздар да бар, жігіттер, әрқайсысын мен танимын. Историяларын да білем.
тыңдап отырған кезде қараймын да оның бәрі кемі 1-2 жыл уақытына арналған да. Дұрыс айтасыз. Ал жаңа бастаған адамдар болса, бір сынақ келіп қалса, сатылым келмей қалса, ақша келмей қалса, болды менікі емес. Яғни сынып қалады. Өлшеу өте жаңағы дұрыс емес. психиканың ловушкаларының бірі. Ал бізде енді психологиядан шыға ма екен, философиядан шыға ма екен, накопительный эффект деген нәрсе бар да. Жиналып. Қазір менің түсіргенім бар, менен кейін де спикерлер бар, тағы да адамдар оның бәрі жиналып келеді да, ертең сізде номер 1 Ашқазақ сияқты болып кетуі мүмкін рэпердің ішінде. Именно подкаст саласы. Алла қаласа. И оған қатысты бағанағы ақылдасуда береке бар дегенім, жаңа сіздің әріптестеріңізден консультация алу. Енді мен сізге в целом айтып отырмын. Әріптестерден консультация алу, жаңағы мықты наставниктерден ақыл кеңес алу, 20-30 мың, 50-100 мың теңгесін бересің да, менде қандай плюс болып жатыр, қандай минус болып жатыр, қандай возможность, қандай мүмкіндік бар. Осы кетіп мынау, все болды, түсіндім. Ешқандай ойынды қоспайсың, қарауынан шешесің да, дәл айтқанын 1-1 жасайсың. Болмай қалса, жаңағы наставникке барасыз, сіз айтқан нәрсе гипотеза болмай қалды. Тағы да қандай варианттар бар? Яғни до конца бару, аш болу да. Алдында Еркебұлан тоқтар айтады ғой, соңғы несінде ұтылды ғой, мен тоқтықтан ұтылып қалдым дейді да, мен баяғыда ақша емеспін дейді да. Ал ақша бір жағынан потребності бар адамдарға келеді да. Аш адамдар. Дұрыс айтасыз. Қажеттілігі бар адамдар. Қазір ішіңізде аш, потребності 2-ге бөлуге болады да. Потребность бір нәрсе жасап жүрмін деген тщеславие дейді ғой. Бос әурешілікпен за внимание әйтеуір біреудің ата-анама дәлелдейін, жақындарыма дәлелдейін деген әрекетпен жасайды бір адамдар. Өзінің жұмысын. Бір адамдар реально ақша үшін жасайды да. Сол ара жеген ажыратып алу керек та. Мен бұл ақша үшін жасап жүрмін ба? Немесе басқа біреулерге, бұл құрдан құр жүрген жоқ қой, бір нәрсе жасап жүрген деген қажеттілікпен жасап жүрмін, сол нәрсені ажыратып алу керек. Егер сен басқа біреулер үшін жасаймын деген ниетің болса, онда осы жерден лучше тоқтап, ниетіңді жаңарту и қайтадан бастау. Обновление жасау. Бір адамдар ақша дейді тілінде, бірақ ішкі вторичный выгода дейді ғой. Әйтеуір ата-анасы ақша сұрамау үшін, ата-анасының алдында бірдеңе істеп жүрмін ғой деген атау үшін ғана жасауы мүмкін. Бірақ артында қарыз деген жетеді. И осындай бір ловушкалар бар психиканың. Казаться етіп жүреді ғой. Казаться етіп жүреді. Керемет, жақсы немен кетіп жатыр, қарқынмен подкаст. Өз өміріңді не үшін сүрмейсің деген тақырыпқа келдік. Енді бұның барлығы соған келіп отыр ғой мысалға. Мысалға, жаңа тоже айттым ғой мен бұрында, жаңа рэппен айналысқаннан кейін, мына мамандыққа мен өте ұзақ келдім ше. Шыны керек, енді жаңа hard skill бар, soft skill бар, енді қазір soft skillға кішкене өтіп жатырмыз. Соның өзінде де енді мен қабылдай алмай жүрген кездерім көп болды. Өзімді. Осы мамандықташ. Бірақ өзімнің жұмысымды жақсы істедім. Бірақ ең соңында қабылдауға тура келді. Өзімді жаңағы самокопанияның шегіне жеттім мен. Сонымен жаңағы сіз айтпақшы ақылдасу деген сияқты бірінші ақылдасқан адамым Бекжан ұстаз болды ғой. Бекжан ұстазбен ақылдастым, осылай сенде шаблон деді ғой миыңдағы. Сол шаблондарымды алып таста болды деді. Мен подкастты да ұзақ болды бастай алмай жүргеніме. Ол да жаңағы айттым ғой бір кризис болды деп, сол кезден басталды. Сосын оның проблемалардың бәрін бастап, мен перфекционизм болды, жаңағы бастай алмайтын бір себебі. Сосын келдім да, қой, болмайды мынау. На тройку бастау керек. Деп Бекжан ұстазбен бастап кетті. Уже екінші эпизодты түсіріп жатыр, сондықтан жақсы. Тоқтамау керек. Вообще тоқтатпау керек. Атсын атпасын. Шыңдау керек табандылықты. Потому что атсын атпасын деген ол сіздің индивидуальный ғой. Яғни бұл подкаст саласы, медийный саласы бұл өлмейтін сала. Просто сен қандай уязвимостьпен шығасың, қандай аутентичностьпен шығасың, қалай өзіңді проявляция етесің, қалай позиционировать етесің, соған байланысты да. Барлығы соған байланысты. Дұрыс айтасыз. Көп адамдар соның андай да, опять кеше де ойланып жатырмын да, адамда білім болмаған кезде қиын екен адам ғой. Қиын. Көп адамдар білімнің жоқтығының кесірінен де адам таяқ жеп жатады. Білім қатты көп болған кезде де адам таяқ жеп жатады. Осының золотая серединасы бар да. Просто бастап жасау. Бастау керек. Әрекет. Фильтр сол. Әрекет. Просто тестировать ет. Болса болды, болмаса болмады. Айтылғанға жақсы, айта салу оңай, бірақ іске келген кезде сенің миыңда, біздің миымызда 188 когнитивный искажение бар. Қазір қателеспесем,
мен ұмытып қалдым, дұрыс информация бермеймін. Короче, 50-ден астам защитный механизм бар. Жаңағы құнсыздандыру, стрелканы басқа біреуге бұрып жіберу деген секілді. Сол защитный механизм бәрі қосылған кезде жасайын деп жатқан жұмысыңды, ана Құдай айтады ғой, мен біреуге иман берсем, ол иманды бүткіл әлем жабылып болсын, ол құлымнан иманды ала алмайды. Бір адамна мен иманды алып қойсам, бүткіл әлем болып, жаңа ол иманды ол адамға бере алмайды дейді. Бұл нәрсе не деген кезде, бұл адамның өзіне байланысты да барлығы. Құдай сені иманыңды алып қойса, сен ол Құдайдан сен иманыңды сұрай аласың. Бірақ қаншалықты сенің ішкі әлеміңде қажеттілік бар деген сөз да. Ол саған иман керек па, керек емес па? Мүмкін саған атеист керек болуы мүмкін, атеистік жаңа көзқарас. Саған реально ақша керек болатын болса, сен Құдайдан сұрайсың да, Құдайым, берші маған. Бер маған. Төзімділік бер соны жасауға. Құдайым, өзіңе аттандым дейсің да, көзіңді жұмасын ұрасың, әрекет жасайсың. Мен сияқты эксперттер өте көп. Мықты врачтар, нейрохирургтар, кардиологтар бар. Олардың барлығы айтқысы келетін заттар өте көп та. Менің қорымда неше түрлі адамдар, жаңағы Кирилл деген ұстазым бар, оның пустое кресло деген несі бар да, жаңағы Майк деген, оның ұстазында кітабы бар, пустое кресло деген. Бұл орындықта бәрі отыра алады. Бұл орындықта бәрі отыра алады. Яғни мен психолог емеспін, немесе мен жай адам емеспін. Яғни әр адамның құқығы бар айтуға, егер оған дайын болса. Дұрыс айтасыз. И сол адамдарды просто отырғызып, осы камераға пәленбай адамға көрсете алуда болды. Осындай. Өз өміріңді не үшін сүрмейсіңге тағы да қайтып оралсақ? Өз өміріңді сүрмейтін тағы себептердің бірі, алдында ойланып отырмын. Тәжірибеге салып, жаңа ғылыми зерттеулер қарап, тағы да мен бағанағы алекситимия деген диагнозға келемін да. Ол қандай диагноз? Қарапайым халыққа түсінікті болу үшін. Алекситимия деген нәрсе, ол когнитивный искажение, әр адам ішіндегі мәселесін жеткізе алудан қиындық туғызады, немесе өзіне не керек екенін түсінбейді. Қалауын түсінбейді. Әр адам ішкі әлемін бес саусақтай түсінбесе, өзінің миы қалай жұмыс істейтінін, өзінің ішкі әлемі қалай жұмыс істейтінін өзі туралы білмейтін болса, онда міндетті түрде адамда не болады білесіз ба? Прокрастинация. Түсінбейді. Жаңағы барлық нәрсені кейінге қалдыра береді. Жасайын деп жатқан жұмысын идеализировать етіп жібереді. Перфекционизм, ұйықтай береді, жалқаулық, депрессия, уже болды, өзін жоғалтып алады. Өмір сүрмейтін себебі, әр адам өзінің жаны қалай, психикасы қалай, ішкі әлемі қандай бес саусақтай білмегеннен кейін адамда бағанағы симптомдар пайда болып бастайды. Соның ішінде ең өзекті нәрсе салыстыру. Бағана өзіңіз дұрыс айтасыз. Басқа біреумен салыстыру. Басқа біреумен салыстырады. Ана өмірі атып кетеді. Менікі онша емес. Бағанағы осы подкасттың басында да мен бастағам. Көп адам реально подкаст түсіретін маман болуы мүмкін, бірақ етікші болып кетеді. Етікші. Жармайды. Бір адамдар реально көлік айдағанын жақсы көруі мүмкін, бірақ тұрады да официант болып жүреді. Мысалы, официант көлікті жақсы жүргізуі мүмкін, правасы бар, бірақ официант болып жүреді. Көлік біреудің жаңағы водителі болса, ананың уже миссиясы орындалды деген сөз да. Мысалы, сіз жаңағы сөзге, тілге, рэпке жақын болатын болса, онда мынау сіздің уже миссияңыз да. Дұрыс айтасыз. Ішіңізде белгілі бір конфликттер болуы мүмкін. Ішінде бәрі, менің миссиям ғой дегенмен де, бірақ ішіңізде бір дискомфорттар пайда болады да, сол ішіңіздегі дискомфорттарды түсінуіңіз керексіз да. Өз-өзіңізбен сөйлесу, өз-өзіңізбен өңілу. Бұл нәрсе не ол ішімнен келіп жатқан, мынау андай қажеттілік, не критика бұл ішімнен келіп жатқан, бұл ішін не ой мазалап жатқан. Осы ойларды түсінген кезде, білген кезде ішіңізде үлкен бір жарылыстар пайда болады да. Оказывается, мен іздеген бақыт осы жерде екен ғой, бірақ бұл нәрсені әр адам өзі түсінеді да. Бұның артында рұқсат бере алмау, жасайтын ісіне қорқу. Бағана айттым, официант болып жүреді, ол адаптация болады водительге, водительский. Даже ол білмеуі де мүмкін. Мен көлікті жақсы жүргіземін деп ше. Тұрады да СММщик болып кетуі мүмкін. Мысалы, таргетолог болып кетеді. Тұрады да жаңағы шетелге жұмысқа кетіп қалады. Кетіп қалғаннан кейін тұрады да айналып келіп, Құдай алып келеді да, осы машинаның айналасын шығармай қойды. Құдай сені бір нәрсенің қасынан шығармай жүрсе, онда сол жерде кішкене береке бар.
береке бар, сол жетістікке іздену керек, іздену керек. Иә. Ол қарау үшін де адам керек емес, ол адамның өзіне байланысты. Опять бұл жерде бағана айтқан демалуда, терең демаласың да, 30 минут, 40 минут, 50 минут тыныштықта отыру. Отырған кезде сенің айтайын бар ғой, әр адам көрсінші, телефонды алып тастайсың, мазалайтын заттарды алып тастайсың, просто бір комнатаға отырасың да 30-40 минут бойы тыныштықта отыру. Аяғыңды айқасырмайсың, қолыңның үстіне қоясың, көзіңді жұмасың да болды. Медитация деген не нәрсе? Медитация деген нәрсе көп адам ойлайды ғой, бір звук келу, квантовый медитация, бірдеңе медитация. Оның ол медитацияны құнсыздандырмай, ол медитациялардың барлығы туфта. Реальный медитация деген қандай? Бұл медитация көзіңді жұмасың ғой, не отырдың, бастадың, терең демаласың, уже ішіңде ойлар келеді, не істеп отырсың, үтікті өшірдің ба, подкаст түсіру керек еді, неше түрлі ойлар келіп қазір жаңағы анау Баян Есентаева жаңағы сторис салды ма, анау орындығым онша емес болып қалды. Бұл сен ішіңдегі медитация осы да. Медитация деген не ол? Сен ішіңдегі ойларыңмен бірге бола алу, сол медитация. Егер сен осы ойларыңмен, ішіңдегі медитациялармен бірге бола алсаң, онда осы жерде сенің де өмірінде квантовый скачок болады да. Ал сенің ішкі әлеміңде медитация кетіп жатыр, еще сен басқа біреудің медитациясын тыңдаған кезде, мынаяқтан да медитация кетіп жатыр, ішіңде де медитация кетіп жатыр, и бұның ішінде каша болады да. Әйтеуір біреуден медитацияны сатып аласың, 600-700 теңгеге, сен оны тыңдайсың, бір эффект бергендей болады, бірақ тұрады, сол алған курстарың архивіңде жатады да. Өзіңмен өзің бола алмауының бір себебінің бірі салыстыруда. Өзіңмен бола алмау. 30 минут тыныштап ойлау. Қазір айтам, Имам Ғазали болу керек. 1 сағат ойлану 70 жыл құлшылықпен тең дейді. Күшті айтылған екен. Бұны Марғұлан Сейсенбайдың өзі де айтады көп подкасттарда ше. Мен сөйтіп қолданатын да аяғымды айқастырып қоямын дейді да. Кофемді алып аламын, балконымда отырып ойланамын дейді. Мен бір рет қарызға түскен кезде, опытыммен айтып берейін, қарызға түскен кезде Стив Джобстың бір сөзі қатты өтті да. Өткенде басында сразу өткен жоқ. Көп ойландым, былай ойланам. Қолыңда ақша болмаса, бизнес баста. Қолыңда ақша болса, бизнес баста дейді. Қолыңда ақша болмаса, онда идея тап дейді. Басында енді ақша жоқ қой, енді қарызға минустасың. Былай жатам, былай ойланам. В общем, ана жатқан диванымды, в общем, тесіп тастадым. Қандай идея бар, қолына не келеді. Бух, оказывается, менің психологиялық нем бар екен, қабілеттерім бар екен ғой. Менің жаңағы нелерім бар екен ғой, менің осы таланттарым бар екен ғой. Просто мен сол нәрсені ойланып жүрегіме сіңген кезде, уже автоматически Құдайдың шеберлігі. Сол кезде маркетолог досым звондап қалады, сол кезде мобилур келіп қалады, сол кезде таныстарым сатумен жүр, бәрі әйтеуір каким-то образом түйсініп кетеді да, каким-то образом ақша келеді. Сол кездері жаңағы Алматыдағы көп емшілер бар, жын шығаратын адамдардың барлығы маған келеді. Оказывается, жындардың барлығы эмоцияның ішінде сақталып қалады екен. Жан дүние психикада қалып қояды екен. Ол жыны бар адамдармен жұмыс жасадым, еще мен дополнительно Ресейде оқып жатырмын. Сөйтіп ол мәселені шығып кеттім да. Идеядан тыныштықта отырып. Егер сіздерге ақша жоқ болып жатса, қарызға кірсеңіздер, міндетті түрде ойлану керек. Өз өміріңді не үшін сүрмейсің дегенде енді аяқтап, енді түсінікті болды деп ойлаймын. Қозғағыңыз келетін тақырып ол әйел ұстайтын екі нәрсе, ажыраспау жолы. Әйелді ұстайтын қазір енді Қазақстанда разводтар өте көп қой. Қазақстанда разводтар өте көп. Екінің бірі. Қазақстан даже қазір уже номер 1 болған шығар бүкіл мемлекеттердің ішінде. Даже 3-тің ішіне кіреді, қателеспесем. Ажырасудың статистикасынан. Біздің Қазақстанда жалпы адамда екі энергия бар да. Мужской энергия деген бар, женская энергия деген бар. Мужской энергия дегеніміз бұл до конца бару, сындыру, қирату. Қирату енді андай мағынада достигаторство. Бір нәрсені соңына дейін апару, жасау. Женская энергия деген не ол? Ұйыту, қабылдау. Біздің көп отбасылардың ішінде осы иерархия бөлінген да. Әйелдердің ішінде мужской энергия ауысып кеткен бе?
иә еркектердің ішінде женская энергия көбірек та. Ол мен бәрінде көбінде осы энергия екі арнаға жаңа ауысып кеткеннен кейін адамның өмірінде мына қазіргі медицинада айтылады ғой, тестостерон дейді. Тестостерон еркектер тестостерон түседі. Яғни уверенность деген мәселе түседі, соңына дейін жасау деген мәселе түседі, жауапкершілік деген, еркектік харизма, мыс деген нәрселер түседі. Түскен кезде ол несейді автоматически ол сен жаңағы шалбар киетін әйелсің да. Шалбар киетін әйелсің. Ал әйелдерде не болады? Уверенность. Соңына дейін жасау, жауапкершілік. Біздің Қазақстанда қазір курстарды қарасам бәрі әйелдер. Иә, вот осы тақырып өте маған да қызық та, неге олай деген. Сол айтып жатқаныңыз сол бір не ғой, жауабы ғой. Иә, жауабы. Бәрі әйелдер. Қарайсың, еркектен де артықта уверенность, самооценкасы. Мен соңына дейін жасаймын, соңына дейін апарамын. Бірақ оның артында тұратын нәрсе әйелде нәзіктікті қалайды. Иә. Әйелде жаңағы, енді ол сөздің ұяты жоқ, постельді қалайды. Әйелде жаңағы тамақты қалайды, әйелде ақшаны қалайды. Бірақ әйел бір нәрсеге бекінсе, жаңағы мужской энергиямен, достигаторствомен бүткіл нәрсеге жете алады әйел. Көбінесе ажырасқан әйелдер. Иә. Ажырасқан еркектер көп нәтижеге жетіп жатыр деген Қазақстанда аз, байқасаңыз. Бар, бірақ аз. Ажырасқан әйелдер қазір Қазақстан жарып жатыр. Өзгеріп жатыр. Иә, өткені оның ішінде ізденіп жатыр, өсіп жатыр. Қажеттілік бар. Иә. Күйеуіме дәлелдеу керек деген аштық та. Дәлелдеу бар еще. Мен мысалы көп отбасыда андай қалыптасады. Еркектер әйелдерге айтады, сен менсіз өмір сүре алмайсың деген ол ауыр сөз. Соған көбісі соған қарсыласады. Иә, ол басында қарсыласпайды. Басында ішінен танып жүреді әйелдер. Тынады. Ол жаңа постельмен де, жаңа тамағында күйеуі беріп жатыр, бірақ ішінде жаңағы айттым ғой, взрослый травма дедім ғой. Әйелде сол травма болған кезде, ол ашу соңғы разводқа барады. Разводқа барған кезде накопительный эффект. Накопительный эффекттің салдарынан әйелдерде не қалыптасады? Мен айырып тастаймын. Мен қазір дәлелдеймін. Иә. Біреудің полын, біреудің ешектің көтенін жусам да мен ақша табамын. Иә. Баяғыдай әсеуле жоқ. Сенсіз. Баяғыдай Айгүл жоқ. Баяғыдай Динара жоқ, Аружан жоқ. Айырып тастаймын. Яғни сондай аштықпен қазір қазақтың қоғамында әйелдер номер 1 болып жатыр. Налогтарды қазір көп төлейтін ол әйелдер. Қазақстанда. Ал енді бұл жаман деген сөз емес. Ал енді әйелдердің немесе отбасында проблема болатын нәрсенің жаңағы бірінші себебі сол да. Бірінші себебі сол, жаңа ауыр сөздер, жаңа тыңдалмаған сөз жетімді. Енді бағана қазіргі айтайын деп жатқан статистикам бұл кішкене ескірген шығар, бірақ бұның өзі де көп отбасылардың триггері да. Өзі әйелді ұсайтын негізі екі нәрсе да. Ауыр болса да ол шындық та. Көбісі айтады жаңағы мәміле дейді, сөз дейді, басқа дейді, бірақ реальный животный инстинктпен қарайтын болсақ, мидың животный инстинктпен қарайтын болсақ, әйелді ұсайтын нәрсе екі нәрсе да. Оның бірінші тамақпен, екіншісі постельде. Ол реально сондай. Ол андай әйелдер жаман деген сөз емес ол. Жаңағы ынталы, ол биология да. Организм бағанағы үйретілмеген 3 қабілетті айттық қой. Үйретілмеген 4-ші қабілет те осы да. Яғни сен өзіңнің жынысыңда, өзіңнің биологияңда, мысалы көп бала кезде үйретілмеген жаңағы бір себептерін бір не ол, менструация уақыты келеді уже қыздарда. 12 жаста, 10 жаста, 13 жаста дегендей ол ертелі кеш. И сол нәрсе келген кезде айтуға ұялады да. Қайтадан сұхбат болмайды, ата-анамен, анасымен. Мәміле жоқ. Мәміле жоқ. Мәміле жоқ болған кезде, опять же, бағанағы не істейді, бала как будто өзін дефектно сезінеді. У меня что-то не то. Что-то не то деген сезіммен әйел өсе не болады? Созависимые отношения деген болады. Күйеу әйелсіз, әйел күйеусіз тұра алмайды. Психопатически жаңағы расстройствомен жүрген еркек болса да әйел көне береді. Әйел любой нәрсеге көнеді. Сен абьюзер бол, сен лудоман бол, сен басқа бол. Удобный болады ғой. Удобный болады. Барлық нәрсеге.
ол тордан шығу өте қиын да. Онкология деген сол жерден басталады, аурулар деген сол жерден басталады. Әйелдерде миома, рак, щитовидный железалардың кетуі, еркектердің жаңағы импотенция болуы, и соның барлығының артында опять бағанағы мәміленің жоқтығынан да. Иә, сен төсек берсең де, сен оның жаңағы тамағын берсең де, қандай мәміленің жоқтығынан да. Просто отырып сөйлесе алу. Қойшы дей салады. Қойшы. Миымды ашытпашы. Иә, миымды ашытпа, керек емес. Немесе боқтайды дағы. Иә, сондай болады. Бұл жерде андай мәселе бар да, бір мәмілені айта алудың өзі үлкен нәпсіге жеңіл болмайды. Жеңіл болмайды, ауыр. Иә, не үшін? Себебі әйелдің де проблемасы бар, өзінің де проблемасы бар. И сол нәрсені жеңіп, әйелдің көзқарасы бойынша сен мықты болып көріндің ғой, бірақ әйелдің алдында әлсіз бола алмау да. Уязвимый бола алмау. Әлсіз емес, уязвимый, осал бола алмау. Ішіңдегенді айта алу әйелге. Иә. Сенің ата-анаң саған еркекке, еркек соның өзін әлсіздік көреді ғой. Әлсіздік көреді. Еркекке негізі ата-ананың мотивациясы емес, әйелдің мотивациясы қатты жүреді. Әйелдің энергетикасы да. Әйелің жоқ болса, онда ата-анаң. И әйелдің артындағы тұратын ең үлкен нәрсе әйел өзінің позициясымен жүру, еркек өзінің позициясымен жүру. Бірақ көп жерде дау туады да. Қандай дау туады? Қандай дау? Оның артында бүткіл нәрсеге еркек кінәлі, еркек тұрса әйел кінәлі дейді. Әбет мәміле жоқ. Бір-біріне жауады. Иә, бір-біріне сырылған бағана айттым ғой, психологиялық жаңағы защита механизм сырылған бір жібереді да, бір-бірімен сөйлесе алмайды. Қойшы дейді, әйтеуір балам үшін өмір сүріп жатырмын. Болды. Ең соңында ажырасулар көп болады. Жан мен тәні бөлек адамдар қандай болады? Аурулар өте көп, ауыр адамдар. 20-дан аса мемлекетте болдым. Европада 2 рет болдым. Европада, Германияда болдым, Францияда болдым, Чехияда болдым. Осы мемлекеттерде болған кезде 80 жастағы, 90 жастағы үлкен ата әжелер қандай болады? Бастай шапшаң 18, 19, 20 жастағы жас жігіт пен қыздар сияқты жүгіріп жүреді. Ал біздің Қазақстанда қалай? Таяқпен жүреді. Керісінше. Ойбай, ауырып жатырмын, жүрегім, 2 инфарктке бар. Белім. Бет алшетінің грижасы бар, сахар бар дегенде. Оказывается, не үшін десем, бұның барлығы бала шағасы үшін жанын бере салуда. Құрбан ету. Біздің дінімізде бар ғой, дене бізге аманат. Аманат, бізге аманат. Оның артында тағы тұратын үлкен бір мәселе бар да, жан мен тәні жоқ, связі жоқ адамдардың ең үлкен проблемасы өзінің тәнінде не болып жатқаны туралы біле алмау. Медицинада проприоцепция деген нәрсе бар, яғни денеміздегі датчик. Мысалы, сенің жаңағы қолың ауырып тұратын болса, яғни проприоцепциясы бар адамдарды сен бірден білесің. Қолың ауырып тұр, қақсап тұр, артрит па, артрит бірдеңе басылайын деп жатқан сияқты. Ал бір адамдар болады, проприоцепциясы жоқ адамдар, яғни жүрегі ауырса да, іші ауырса да, тізесі ауырса да, жаңағы көтені ауырса да, яғни сезбей жүре береді. Болды, міне онкология болып, уже 4-ші стадиясына келген кезде бірақ емделеді, бірақ түсінеді. Оғанға дейін автопилотта жүреді. Оған дейін автопилот жүреді. Ощущение деген темаға білім жоқтығынан да. Сезіне алмайды, Марат Исаев болу керек, Тұрандағы үлкен профессор бар, самосовладение деген методиканы шығарған. Сол жерде 22 ощущение, 11 чувства. 22 ощущение деген денеміздегі, мысалы, денеңде тепло болады, денең жылып тұр, суып тұр, тартылып тұр, немесе біздің денемізде жаңағы көлтет тұр, бір нәрсе тікен шаншып тұр деген секілді. Ал біздің Қазақстанда қазақтар не деп айтады? Не деп айтады? Көз тиген. Көз тиген дейді. Что-то сквозняк жүреді ғой деп ойлайды. Походу суық тиіп қалды. Реально сенің денең суыса, онда саған суық тиген. Немесе сенің денең просто суып тұр, давление өсіп кетуі мүмкін сенің денеңде. Немесе нервный проблема болуы мүмкін. Немесе сенің денең қатты нагреваться етіп, температура көтеріліп кетуі мүмкін. Немесе ондай мәселелер өте көп та. Сенің ішінде даже чувстволар да бар. Жаңағы тревога, спокойствие, страх деген секілді, беспокойство, осындай эмоциялармен сен контакт құра алсаң, сенің миыңда, сенің денеңде екеуі байланыста жүреді. Кез келген ауруды ауру болғанға дейін сен жеңесің. Көп адамдар сол ауруға әсер етіп тұрған эмоцияларды түсінбейді да. Жүре береді. Не үшін жүре береді?
потому что денесімен контакт жоқ. Денемде не болып жатыр, не сезініп жатырмын. Әйелдердің щитовидкасында проблема бар, женскийінде проблема бар, жүрегінде проблема. Не үшін? Көп нәрсені жүрегіне ойбай, мына балам өліп қалмаса екен, мына балам ұдамам, қашан адам болып кетеді, 140 бал алып кетсек екен, ойбай жаңағы мына қызым андай болып қалды, мынау аборт болып қалды, мынау бірдеңе болды, яғни жүрегін ала береді. Сары уайымға салынған кезде адамның денесіне ауру болмай кім ауру болады? Сен горилла ішпесең, образ жизнің дұрыс болса, онда сенде эмоциядан бір гәп бар. Сол гәп шешілсе, онда сенің денеңде проблемалар айығады деген сөз, да? Жоқ болады деген сөз. Ал жанымен там бірігу деген нәрсе, ол самосалға дейін өз-өзіңді басқара алу. Иә. Ощущениең қандай, чувстволарың қандай. Болды, саған уже даже психологтың да керек болмай қалады. Психологқа баратын адам не болды? Кішкене қалтасында ақшасы бар. Мен өзіммен жұмыс жасау кішкене қиын. Лучше басқа адаммен жұмыс жасаймын деген адамдарға керек та. Психологпен жұмыс істеген. Басқаның ойына тәуелді адамдар. Біздің кинезиология деген бар. Кинезиология. Біздің денемізде меридиан деген нәрсе бар да. Яғни тоқтың, энергияның тамыры. Былай айтатын болсақ. Одан кейін біздің бауырымыздың, ішкі құрылысымыздың, жүрегіміздің әр восстановлениесінің немесе жұмыс жасайтын уақыты бар. Кеште, күндіз, обедте деген секілді әр органның. Ал енді басқа адамға ойы тәуелділігі бар адамдардың бір проблемасы, ең бірінші басқалармен салыстыру. Екіншісі, жаңа айттым ғой, кинезиологияның энергия. Адамның бауырында проблемасы бар адамдар болса, онда сенде не бар деген сөз? Сен ашуыңды контроль жасай алмайсың. Яғни сен границаңды айта алмайсың, сен жоқ деп айта алмайсың, сен мнениеңді айта алмайсың, ойыңды айта алмайсың. Ойыңды айта алмау деген нәрсе не ол? Ашуыңды ішіңе жұтып қою. Сол ашу жұтылған кезде сенің бауырыңда өзіңде проблема болады. Яғни бұл нәрсе, ашу деген нәрсе отта, енді эзотерикалық көзқараспен айтатын болсақ, ашу деген не ол? Температура, ыстық көтерілу, ыстық көтерілген кезде ол удар тұрады, бірден біздің почкамыздан бауырымызға барады. Соған соққы болып тиеді. Соған соққы болып тиеді. Одан кейін бізде цирроз печень, жаңағы гепатит, в общем, бүткіл проблемалардың бәрі бауырда болады. Бұл деген ауру жағын алып келдік қой, басқаларға тәуелділік. Ал енді басқа адамдарға тәуелді болудың жаңағы атап өттім, ойыңды ашық жеткізе алмау, жоқ деп айта алмау, ойыңды айта алмау. Мысалы, бір адамдар болады, бір адамдар қымбат чекке сатады. Қымбат продажалар жасайды. Сенімді. Өйткені өзіне сенімді, ойын айта алады, границасын айта алады. Мысалы, қазір Баян Есентаева, Баян Есентаеваның бір характері бар оның. Жоқ деп айтылады, мнениясын айтылады. Почему-то ол бүткіл қазақ халқына уважаемый леди. Продюсер, атақты продюсер. И оның қасында соответственный Тұрсен Алагөзов бар да, производствоның қазір миллиардер. Не үшін? Потому что өз-өзімен контакты бар адамдарды. Басқаның ойына тәуелді, ол она может все творить. Дәл сол секілді сіз де, мен де, мобилогруппта басқаларда кез келген нәрсені творить ете алады. Бірақ бір проблема бар да, өзінің ашуымен, өзінің ызасымен контакт жоқ. Байланыс жоқ. Дұрыс шығара алмайды. Егер қазір мен сіз маған бір жаңағы нәпсіме ететін немесе бір кішкене жағымсыз бір сөз айтып беретін болсаңыз маған, мен тұрамын да, сізге әдемілеп тұрып дипломатично мен сізді орныңызға қойып қоямын. Мысалы да, и сол кезде мен есеймін, ашуымды әдемілеп тұрып шығарын. Бір адамдар болады, сіз маған агрессивный, мен соны қабылдап қоямын да, үйге барады, мәкең деген. Сол кезде не үшін айтпадым, не үшін мен аузын жауып жүрмедім сол кезде. Қойшы, енді мен подкастына келіп жатырмын ғой, кінәлі сезім, ұялып ше, подкаст ұрып береді ғой, енді қойшы ештеңе демей ақ қояйыншы деп, үйде жаңағы сарыуайымға салып өз-өзімен алысып отырады. Өзім алысып отырамын да. Ал агрессиясымен жұмыс жасай алатын адам, ашуымен жұмыс жасай алатын адам не ол? Әдемілеп, четко, дипломатично сізді орныңызға қоямын да. Сіз де ренжімейсіз, мен де ренжімеймін, Құдай да Құдағи да тыныш. Ортаны таба білетін адам. Ортаны таба білетін адам. Сондай. Онда бүгінгі подкастымызды қорытындылайық. Жаке, өте пайдалы подкаст болды деп ойлаймын көрермендерге. Енді осы қорытындылайтын не айта аласыз көрермендерге?
мысалға лайфхак дейміз ба, теория ретінде сұхбат алып отырық қой, бір-бірімізбен сұхбаттасып отырық, бірақ көрермендер ертеңнен бастап практикаға көшу керек қой. Қазірден бастап. Ертең демей қояйық. Иә, қазірден бастап ең бірінші мен Якобсон деген үлкен ғалым бар. Мықты маман. Ол Якобсонның өзінің методикасы бар да, прогрессивный мышечная релаксация деген. Яғни сен көзіңді жұмасың да, оның да аудиотерапиялары бар, жаңағы неде ютубта ПМР деп жазса. Сен жатасың, жатқан кезде сен ананы тыңдайсың. Терең демал, босат, маңдайыңды босатасың, құлағыңды босатасың, бетіңді кішкене тыжырайтсаң болады, маңдайыңды босатасың, құлағыңды, шаштарыңды, түбін, мойныңды босатасың, тамағыңды босатасың. Кішкене микро қозғалтуға болады да. Оң қолыңды, сол қолыңды, жауырынды босатасың. Сосын білектеріңді босатасың, шынтағыңды босатасың, қолдарыңды босатасың, кеудеңді, ішіңді, жауырынды, беліңді, сегіз көз, құйымшақ, көтен, жамбас, оң жамбас, сол жамбас, сан, тізе, балтыр, өкше, табан, жыныс мүшелерді босатамыз, кіндікті, қуықты босатамыз. Босатасың. Бұл примерно 10 емес, 20 минуттай созылады. Бәрін босатқан кезде саған бұл соңында мынандай ощущение береді ғой. Как будто бір спадан шыққан секілді. Миың топ-тынық болып қалады. Бұл бір лайфхак. Жаңағы аудио арқылы тыңдасаңыздар да болады. Немесе өзіңіз просто отырып жасай берсеңіз болады, жаңа мен айтқан инструкциямен. Сосын екінші инструкция бар. Үйде ешкім болмау керек, немесе машинада өзіңіз отырып, немесе тауға кетіп қалсаңыз болады. Просто көзіңізді жұмасыз, қысатын заттардың бәріңізді алып тастайсыз. Просто 30 минут тереңіздің ішінде боласыз. Тереңіздің ішінде деген мыслейін қуып кетпейсіз. Арман, мақсат, амбицияға же, просто денеңіздің ішінде отырасыз да. Жаңа мысльдеріңізбен бірге боласыз, ойларыңызбен бірге боласыз. Алғашқы 5 минут сізге как будто бір 5-10 сағат өткен секілді болып қалады. Бір 5-10 сағаттай болады. Ал бірақ 30 минуттың өзі как будто бір 3-4 күн отырған секілді ощущение. Сен 30 минут отырған кезде сенің ішің тынышталып, бір адамдарда агрессия көтеріліп кетуі мүмкін. Как будто бір бос әурешілікпен отырған секілді ше. Бірақ осы 30 минуттықта сіздер күнде шаңдай берсеңіздер, мияларыңыз тұнық болады, жүректеріңіз тыныш болады. Одан кейін жасайын деп жатқан жұмыстарыңызға береке болып бастайды. Екіншісі, енді біз діни жағынан айтатын болсақ, трансцендентті мәселе, жаңағы философиялық жағынан айтатын болсақ, жаңағы жын шайтандардың уәсуасынан, нәпсінің уәсуасынан, неше түрлі ойлардан жаңағы ажыратылады. Дифференциальный деген жіліктеу. Яғни өзіңнің ойың бір жақта, жаңағы күмәнді ойлары бір жақта, ішке қалауларың бір жақта, яғни сен ішіңмен уже өз-өзіңді управлять етіледі. Қазір мен мына әрекет жасаймын, қазір мынау қалып түсеймін, қазір неде жоқ, приоритет жоқ, қазір мынау осы возможностьмен қазір мен тұрамын да, мәкемен сөйлесіп көрейін, мәкемен сөйлесек жақсы видеолар түсіріп жібереміз, тік уже сен өз өміріңде бүткіл нәрсе чеки-буки болады. Осы лайфхактымен бөлісесің. Лайфхактар өте көп. Ютубта ашсаңызда, Инстаграмда ашсаңызда, бірақ өзі қатты қызық емес, бірақ нәтижесі көп. Осы екі лайфхак. Екі лайфхак. Яғни өзіңмен өзің бола алу үлкен берекеттің кілті. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі подкастымыз пайдалы болды деген үміттеміз. Комментарий жазып отырыңыздар, лүпіл басыңыздар, біздің ойлап подкаст каналымызға жазылыңыздар. Келесі кездескенше сіздермен бүгін болған кәсіпкер, психолог, зерттеуші Жәнібек Мақаш. Аман болыңыздар.